Жігіттің сабаздары. Тана шулама. Кімге айтып тұрмыз? Жаттығу өткізіп жатырсыңдар ма? Не? Біз... Сен... Кекстің рецепті не? Бірдеңе қосуды ұмытып кеткен жоқ па едің? Не? Бәрін сенің айтқаныңда етіп істегенмін. Қамыры көтерілмей қойды. Не? Қамыр көпірткіш пе? Иә, сол. Тағы бір нәрсе. Сатылады екен ғой. Кекс пісіретін қамырды айтам. Жіберіңдер. Әлі осында тұрсыңдар ма? Өйткені бізге чемпион солай бұйырды. Бара беріңдер. Кеттік. Денең жаурақ кетіпті. Демек қамыр көпірткіш қосу керек екен ғой. Тағы да байқап көрейін. Чиху. Көмектескеніңізге рахмет. Сол да көмек болып па? Мұндайды ұнатпаймын мен. Не? Чиху? Иә, сол келіп қайтарып жіберді. Ол қызға сөйтіңдер деп кім айтты сендерге? Өзіңіз оны тәртіпке шақырыңдар деп едіңіз ғой. Мен оны аздап қорқытып қойыңдар, келіп кешірім сұрасын дедім. Кешіріңіз, өтінеміз, кешіре көріңізші. Мүмкін сендерді де мектептен қуып шығару керек шығар. Жоғалыңдар. Көргім келмейді сендерді. Чанди, шынымен ештеңе болған жоқ па саған? Иә, айтуға тұратында ештеңе. Қалай ештеңе? F4-педі қалай еді? Мен оларды әзілдеп жүрген шығар десем, нағыз жек сұрын екен ғой өздері. Төртеуі үнемі бірге жүреді, ойларына келген істейді. Солай ма? Дәл сен айтқандай емес. Қандай сонда? Олардың біреуі ондай емес. Біреуі деймісің? Ол кім? Кім? Мына суреті шынымен керемет екен. Сізге де ұнай ма? Бірақ көшеде ілулі тұрған фотосуретті ұстап көруге болмайды. Қолыңды кірлетіп аласың.
Нағыз сұлу қыз, иә? Ондайларды аспаннан түскен әйел құдайға теңейді. Әйел құдайға? Сұлу ғана емес, сонымен қатар өте ақылды. Сән үлгісін көрсету арқылы тапқан ақшасын түгелімен қайырымдылық шараларына жұмсайды. Естуімше? Иә, жақында Францияда емтихан тапсырыпты. Енді адвокат болады. Сен танитын бе едің оны? Мен оның табынушысымын ғой. Иә. Табынушы? Жұрттың бәрі оны оқуын бітірген соң ата-анасының ісін әрі қарай жалғастырады деп ойлайды. Меніңше олай емес. Ол басқа бір көрнекті де ерекше іспен шұғылдануға тиіс. Демалыс кезінде біресе Африкаға, біресе Ауғанстанға барады. Жақында Тибетке барып қайтты. Мен оны әлде бір король әулетінің ханзадасына, немесе болашақ президентке тұрмысқа шықса деп армандаймын. Қиялым ғой бұл. Сонда ол да Диана ханшайым немесе Одри Хепберн сияқты өз өмірін бүкіл әлемде бейбітшілікті сақтауға арнай алар еді. Қарапайым сән үлгісін көрсететін қыз емес пе? Неге олай дейсіз? Франция президенті де сән үлгісін көрсетушіге үйлену үшін ажырасып кеткен жоқ па? Кім біледі? Мүмкін Францияның болашақ президенті немесе Европаның бір елінің ханзадасы оған ғашық болып, үйленуге ұсыныс жасайтын шығар? Меніңше ондай болуы мүмкін. Ал сіз солай ойлайсыз ба? Сенімен сөйлесе бастасам, менің ішім пісіп кетеді. Неге? Мен тек өз ойымды айтып тұрмын ғой. Ол туралы не білесің сен? Кансан, тамақ ішпейсің бе? Күні бойы компьютерге телміріп отыра бересің. Ол саған тамақ пісіріп бермейді, ақша да төлемейді. Тек электромагнитті толқынмен ғана қоректенеді. Кансан, сақ болу керек, әйтпесе ұрпақсыз қалуың ғажап емес. Сендер түсінбейсіңдер, желіде жұмыс істеуге кедергі келтірмеңдерші. Қайдағы жұмыс? Интернеттегі. Мүмкін бұл әлемді байлар билейтін шығар. Бірақ өмірді қызықты ете түсетін мен сияқты киберкеңістік тұрғындары. Толқындарға әбден тойған екен. Қай елде тұратынын да ұмытып қалыпты. Аузыңды сүрт. Мынасы несі? Ащы шалқаннан да жаман ғой бұл. Бұл не? Ащы шалқаннан да жаман нәрсе болатынын өмірімде бірінші рет естіп тұрмын. Оны айтпайды қымбаттым. Оған дәмін ашар, бірдеңе жеуді сұнған болар. Оның айтып тұрғаны, егер сонда жазылған нәрсе шындық болса, бұл ащы шалқаннан да жаман шындық. Не? Әке, бұл нағыз шулы жаңалық. Шулы жаңалық? Сенің мектебіндегі бір оқушы қыз жақында сәбилі болады депті. Не? Міне, жазулы тұр. Синхуа мектебінің 11-ші Б сыныбында оқитын жеңілтектігімен белгілі К деген қыздың жақында акушерлік бөлімнен шығып келе жатқанын көріпті. 11-ші Б сыныбындағы К деген қыз? Чанди, сенің сыныбында оқи ма? Жоқ, Кан деген фамилия. Мүмкін Квон шығар? Өмір не болып кетті өзі. 11-ші сыныптың қызы екі қабат болса айтуға сөз жоқ. Ондай беделді мектепте қалай болып жүр бұл? Ата-анасы қайда қарады екен, құдайым ау. Ата-анасы да жетіскен адам емес шығар? Не қарайсыңдар? Өздеріңе қарап алыңдар әуелі. Ондай жағдай болса, өздеріңде ұятта, арда жоқ екен. Кім Чанди? Кіммен жүргеніңді мойында? Аборт жасауға тыйым салынған. Сәбидің әкесі кім?
Бүгін тып-тыныш қой бәрі. Нені айтасың? 2500. Тоқтаңдар. Сын сағаты соқты. Қазір әлгі шошақай қыз келуге тиіс. Бұл жол не ойлап таптың? Сен соны білмей-ақ қойшы. Тағы да құтқармақсың ба? Мыналар не айтып тұр? Жайына қалдыр оны. Неге жаның ашып қалды оған? Егер көмектесін келмесе, жолыма бөгет болма. Қызбен жауласқаның күлкілі ғой. Әрі ақмақтық. Қыз деп жүрсің бе оны? Ол өзін арыстанмын деп санайтын жәндік. Әлде менің ұстанатын ережемді ұмытып кеттің бе? Жұрттың бәрі жақсы көретін Кучумпиоға қарсы шыққан адамды жоқ қылып жіберемін. Әлгі жазуды өшіріп тастадың. Ал мынаны не істемексің? Соңғы жаңалық. 11-ші сыныптағы К деген қыз Кым Чанди екені белгілі болды. Балалар, осы жерден сасық иіс шығып тұрған жоқ па? Бүйтіп сасып кету үшін қандай дәрежеге дейін құлдырау керек, Шүберек дәл осылай сасиды деп ешқашан ойламаппыз. Сони, атырыңды берші, шашайық. Болды, жетер осы да. Енді мұндайға шыдай алмайын. Шыдай алмайсың ба? Сонда не істемексің? Біздің жолбарыс ақыр тырнағын көрсете бастады. Не? Көрдіңдер ғой, айтқаным дәл келді. Егер кешірім сұрамақ болса, кешіріп қалды. Менің төзімім таусылды. Қызыл картушкені сенің өзіңе беру керек. Осыны білесің бе? Білесің бе дейін? Химиялық тазарту. Сен тұратын жақтағы адамдар осылай кешірім сұрай ма? Ал сен тұратын жақта кінәлі адам жапа шегушінің кешірім сұрауын талап ете ме? Не? Кім? Сен не істегің келіп тұр? Айттым ғой. Ұзақ шыдай алмайым. Мен саған ескерттім. Көріп бе еді? Мінеки. Көріп бедің дейін. Жігітпен бірге жатқанды қашан көріп едім? Ең болмаса біреудің қолынан ұстағанымды да көрген жоқсың. Сүйісіп те көрмеген адал қыз туралы былғанышты өсек таратуға қалай дәтің барды? Міне ал. Сен, егер тағы да осылай қалжыңдайтын болсаң, ажалыңнан бұрын өлесің. Ұқтың ба? Ана қыз қатырдау.
Iya, құдіретті Кучумпионың өзін састырып тастады. Көптен бері дәл осындай қызықты көрмеп едім. Сол қыз біреуге ұқсай ма өзі? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс, мен де солай ойлағаным. Тек кімге ұқсайтыны есіме түспей тұр. Чунхидің әпкесіне? Не? Жоқты айтпаңдаршы. Рас, кейбір жағынан ұқсайды соған. Олай емес деймін. Қайдағы бір ауылдан шыққан шошақай қыз менің әпкеме қалай ұқсау мүмкін? Ол жағын өзің білесің. Ақымақтық қой бұл. Жалғыз өзің сонша неге мәз болдың? Миың айналып қалған жоқ па әйтеуір? Әлі түсінбей тұрсыңдар ма? Нені? Әлгі қыз маған ес-түссіз ғашық болып қалды. Не? Кучумпио, бәрін аст үстіне шығарып жібердің. Ех, сендер де. Қыздарды жақсы танимыз деп мақтанасыңдар. Қыздардың қитығуы баяғы замандардан бері іштей келіскенін білдіреді. Мені жек көретін білдіруге үнемі тырса беретіні маған деген ғашықтығы өдеп бара жатқанның белгісі. Соқпашы. Ойлап көріңдер сөздерің. Өзін атып қалған жігітке келетте жаман ойлап қалмасын деп өзінің қандай адалда пәк екенін айтып береді. Солай деуге де болады. Әлі сүйісіп көрген жоқпын дейді. Демек, ол сүйісуді күтіп жүр. Жарайсың, Кучумпио. Досым болсаң да айтып қояйын. Сен нағыз кемеңгерсің. Бұл даусыз факты ғой. Бұл әлемде ешкімде Кучумпионың сүйкімділігі мен тартымдылығына қарсы тұра алмайды. Ақымақ қыз. Ақымақ. Сондай сезімді ашуланып тұрып айтуға бола ма екен? Шын ойын түсінбей қалу мүмкін еді ғой. Если боли в мышцах и суставах не дают покоя, воспользуйтесь кремом Долгит. Долгит – ваш семейный помощник. Новинка от Актив. Купите стартовый пакет с телефоном, и ваши деньги за него вернутся бумерангом. Каждую неделю загружайте единицы и получайте свои деньги обратно. Акция «Бумеранг» от Актив. Подробности на Актив.кз и по мобильному телефону 3030. Қалай соншама құлдырап кеткенсің Чанди. Мектепте жүріп сөйтуге бола ма? Несіне бардым екен соған? Бірақ бастаған өзі ғой. Өзі бастаған. Сіз кім Чан дейсіз ба? Иә. Мен? Иә. Мүмкін бізбен аздап жүріп қайтарсыз. Не? Қайда? Қазір қолым тимейді. Бізге сізді міндетті түрде ертіп кел деп бұйырды. Бұйырды ма? Кім? Кім екенін барған соң білесіз. Жоқ. Қазір қолым бос емес. Жұмысқа баруым керек. Кетіп бара жатырмын. Сау болыңыздар. Неге соңынан қалмайсыздар?
Ана жақта жоқ па? Жоқ. Тағы бір шолып шығайық. Сендер ана жаққа барыңдар. Жарайды. Жүріңіз. Жіберіңдер дейім. Жіберіңдер. Тыныш отыр. Кеттік. Міне саған. Міне, жібер дейім. Ал жүрейік. Қандай жұпар иес. Гүлге толы көгалда жатқан сияқтымын. Жып-жылы, біреу сылап сипап жатқандай. Иә, біреу денеме қолын тигізді ме? Тері жұмсартқыш жақпасақ та болады. Иә, бұл шілеті қап-қатты, бәрібір пайда жоқ. Енді балауызды алып тастайық. Бұл өзі алғаш рет болды, сондықтан бәріміз таңданып қалдық. Жас қожайын алғаш рет үйге қыз әкеліп тұр. Жас қожайын? Бірдеңе сұрағы бола ма? Болады. Біздің елде ме бұл? Мен Кореядамын ба? Иә, Кореядасыз. Мынау президенттің сарайы емес пе? Жоқ. Тағы да сұрауға бола ма? Сұрай беріңіз, ханым. Мен ханым емеспін. Чандимін. Кім Чанди? Иә, кім Чанди, ханым? Мұнда неге әкелдіңдер мені? Неге? Бұл жағын өзімізде білмейміз, ханым. Ал енді қайда барамыз? Келдік. Ол сізді күтіп отыр. Күтіп отыр? Кім? Чехума мынау? Сен бе? Мұнда не қып жүрсің?
Өз үйімде жүргеніме де таң қаласың ба? Өз үйіңде? Сонда қалай? Көчөнпе, сенің үйіңде бұл? Иә. Ал мен неге келдім мұнда? Не істемексің маған? Ойым алған нәрсені істеп те қойдым. Міне, қара. Өзің де таң қалып тұрған шығарсың. Ақшаның күші деген осы. Сұрқай үйректі де аппақ тырнақ айналдырып жіберуге болады. Мүмкін аққуға шығар. Жарайды. Мұны не үшін істедің? Кім сұрады мұны? Ақымағым-ай. Егер мен ұнатып қалсаң, ашығын айтпайсың ба? Айтпақшы, сенің ұстанатын қағидаң бәрін керісінше істеу екен ғой. Көчөнпе, әзілдің де шегі болады. Мынауың адамды ұрлап әкету деп аталады. Бұл ауыр қылмыс. Мұнда ешкім жоқ, сондықтан сезіміңді ашық білдіре бер. Бір жақсылық жасайын саған. Бүгіннен бастап мектептен тыс жерде де бірге жүре аламыз. Не? Мұндай ұсыныс жасайды деп күтпеп пе едің? Тағы қайталайын ба? Егер мені тыңдайтын болсаң, бүгіннен бастап қасымызда ешкім жоқ кезде сені өзімнің сүйген қызым деп санауыма болады. Түсіндің бе? Түсіндің бе деймін? Есің дұрыс ба? Есіңнен адастың ба? Сен не деп тұрғанды білемісің? Сен не айтып тұрсың? Кім деп санамақсың мені? Болды, жетер. Жетті. Мен кеттім. Өзіңнің басыңда миың жоқ екен. Жолымды бөгеме. Үстіңдегі киімнің қанша тұратынын білесің бе? 100 миллион. Не? 100 миллион? Иә. Бірақ бұл мен үшін түкке тұрмайды. Егер менімен бірге болсаң, күн сайын 100 миллионнан артық ақша жұмсауыңа болады. Әлде бұл ұсыныс ұнамай ма саған? Есің дұрыс па өзіңнің? Сен сияқты есі басы күн сайын жыныма тие берсе, есің қайдан дұрыс болсын? Сені алғаш көрген сәттен бері жон арқанды әлде бір жиренішті жәндіктер жорғалап жүргенде сезінем. Дереу өз киімді әкеліп бер. Мынау не пәле? Тез лақтырып таста бәрін. Не қып тұрсың? Не айтқанымды естімей қалдың ба? Бәрін лақтырып таста. Мақұл, жас қожайын. Бәрін жұмыстан шығар. Кімді? Ана қызға қызмет көрсеткендерді. Өстіп те шашқия ма екен? Ал киімі ше? Тәуірлеу киім табылмады ма? Олардың орнына ең үздік шеберлерді шақыр. Бүгінгі қызмет көрсеткендердің бәрі еліміздегі ең үздік шеберлер. Олардың орнына басқа неғұрлым қымбат тұратын шеберлерді шақыр. Айтқаныңыз болсын, қожайын. Анау не? Ана жүрген не деймін? Ара, басқарушы Ли, ара жүр. Ара жүр, құтқарыңдар, ара жүр. Құтқарыңдар. Шағып алмасын. Ұшып кетті ме?
Иә, қуып жібердік. Шайды сен әкеліп бедің? Кешіріңіз, жас қожайын. Жұмыстан шығар. Осындай үлкен әжетханада болады екен ау. Біздің үйімізден де кең ғой. Не болды саған, Кімчанди? Айтатын сөз таппай қалдың ба? Тағы бірдеңе айтайын. Бір нәрсені білмейді екенсіз. Достарды ақшаға сатып алмайды. Оларға достық ниет білдіреді. Ақшаға сатылмайтын ештеңе жоқ. Білсең айтшы. Не бар? Бұл әлемде ақшаға сатып алуға болмайтын нәрсе бар ма өзі? Иә, қарапайым халықтың өкілі. Білсең айт. Жыным ұстап тұр. Ақылымнан адасқан шығармын сірә. Тағы да сен бе? Осы сұрақты мен де қояйын деп едім. Қайда бара жатырсың? Үйге. Өзіңше. Мен де үйге барам. Мұна түріңмен бе? Жағдай солай болып қалды. Несі бар? Әйтеуір сені жолықтырсам болды. Аянышты күйіңді көремін. Иә, солай болып тұр. Сенен бір нәрсе сұрайын ба? Дүниеде ақшаға сатылмайтын нәрсе бар ма? Әлемнің бүкіл байлығын берсе де сатылмайтын. Әлде жоқ па? Ондай нәрсе болмай ма? Ауа бар. Не? Ауа? Ауа? Иә, дұрыс. Бұл неғып есіне келмеді екен, а? Иә. Қызықсың өзің.
Мә, киіп ал. Әйтпесе мына түріңмен жүргеніңді көрсе, полиция алып кетер. Кім келіп тұр? Кучунпёның қас жауы әйгілі батыр қыздың өзі ме? Мұнда не қып жүрсің? Кучунпё жоқ қой. Сол Жексұрынға келді деп кім айтты саған? Мұнау Чихудың кроссовкасы ғой. Соған бере салшы, өтінем. Бір минут. Бізбен бірге бір кесе шай ішсеңші. Чумпионың өзіне тура солай дедің бе? Шынымен батыр қыз екенсің. Оған ондай сөзді айтуға ешкімнің батылы бармас еді. Қара, Сокён. Бұл қыз баяғыда келу керек емес пе еді? Чихудың жолы болған екен. Төртеуің көптен бері танысыңдар ма? Иә, балабақшадан бері. Солай ма? Бірдеңе сұрағың келіп беді? Сұрай бер. Шамам жетсе барлық сұрағыңа жауап береміз. Сосын рахмет айтамыз саған. Не үшін? Сенің арқаңда соңғы кездер көңіліміз көтеріліп қалды. Чиху мен сән үлгісін көрсетуші Мин Сохён таныс пе еді? Бір-бірін біле ме? Таныс? Бес жасында жол апатына тап болды. Ата-анасы сол жерде қаза тауып өзі ғана аман қалған. Содан кейін тұйық болып кеткен, ешкіммен араласпайды. Оның өмірге құштарлығын қайта оятқан жалғыз адам Мин Сохён. Бізге ол бірге ойнайтын дос, қарындасымыз сияқты болып кетті. Ал Чиху үшін алғашқы махаббаты, сүйген қызы әрі анасы сияқты. Неткен сұлу қыз. Осындайда сұлу боп жаралады екен ау. Мұндай ару қызы бар ата-анада бақытты шығар. Әйел басымен оның сұлулығына мен де тәнтімін. Мин Сохён. Мама, ол Мин Сохён. Иә, Құдайдың әділетсіздігін қараш. Біреуге сұлулықты да, ақылды да, атақ даңқты да бере салады. Ал біреуге... Не бол сонша? Құдай оған мойымас мінез берген.
тойдың ба? Оның орнында болсам, туған анамнан осындай сөз естігеннен кейін тамақ іше алмас едім. Дұрыс айтасың, сен де түсініп отырсың. Әлгі Сохён сән үлгісін көрсетуші болып жүре ме, әлде адвокат бола ма? Әрине адвокат болады. Соншама қиындықпен емтихан тапсырып. Меніңше, сән үлгісін көрсеткені жақсы. Иә, сендер, еркектердің бәрінің ойы бірдей. Жас кезінде сән үлгісін көрсетеді, қартайған соң адвокат болады. Мама, сен кереметсің. Шанди, мандарин жемейтін шығарсың. Ертең мектепке алып кетеді. Әке, мынау не? Не мынау? Кәне, көрейік. Бақыт құсы, 30 билеті, 5 мың. Тайфун, 20 мың. Спринт, тегін. Солай де. Бұл жолы анық ұтамын. Болды, кете бер. Балаларды алды, басын ауған жаққа кет. Егер саған тағы да сенетін болсам, онда бақыт құсы деп мені атасын. Шық үйден. Мама, бақыт құсы ең арзан 30 билеті. Басқа атты таңдамайсың ба? 이러면은 안 되는 걸 알아. 거짓말이라 말하면 내 마음이 다시 돌아갈까. 눈물이 나 너무 미안해서 눈길을 못 주고 가슴 아파 정말 뒤를 뭘로 해 생각하면 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 좋은 맘 아니야 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 Наступило время бережливых и терпеливых. Желаете обеспечить будущее своих детей? Жилстройсбербанк предлагает тариф «Болашак». Срок накопления 15 лет. Срок кредитования до 25 лет под 3,5% годовых. Жилстройсбербанк. Дело государственной важности. Актив набирает новую высоту. Безграничная свобода общения в нашем воздушном пространстве. Всего 19 тенге за соединение внутри сети. И наслаждайся бесплатными разговорами до 30 минут. Свобода общения 2 от Актив. Новые горизонты общения. Алғашқы махаббаты сүйген қызы әр анасындай болып кетті. Ей, Чанди! Дәл тиді. Дәл тиді. Дұрыс істедің. Ей, бері қараш.
ойланып кеттің бе? Допқа бетіңді тосқаның не? Әкел, сүртейін. Тыңдашы, сен дұрыс демедің. Керек емес. Не? Көз жасыңды көрсетпе. Жараспайды саған. Онда не жұмысың бар? Жылағым келсе де сенен рұқсат сұрауым керек пе? Менің жылағанымды көргенде бірінші болып сен қуанбайсың ба? Арманың сол емес пе? Өзіңе көмектескен адамға осыдан басқа айтатын ештеңе таппадың ба? Не деген адамсың сен? Кім көмек сұрады сенен? Көмектес деп жалынып едім? Жер бетінде сенен басқа ешкім қалмаса да көмек сұрай қоймаспын сенен. Одан да қансырап өлгенім артық. Көмектеспей-ақ қой. Қай жерім ұнамай қалды саған? Соншама немді жақтырмай жүрсің? Дұрыстап қарашы өзің. Ұзын бойлы, келбетті, ақылды. Бай жігіт емеспін бе? Ку чемпионы қалай жек көруге болады? Шынымен ақылыңнан адасқанбысың. Әлі түсінбей жүр екенсің ғой. Мен сені бар болмысыңмен жек көрем. Өз-өзіңе риза болған түріңді де, шалқақтаған жүрісіңді де, толқынданған шашыңда, бәрі де жиренішті. Мен дуана жегенсің бе өзің? Мен әлі айтып болған жоқпын. Тек сендер ғана мектеп киімдерін кимейсіңдер. Соның өзі ақымақтық. Ал ана қызыл кәртішкелерін, әлсіздерді қорлау, нағыз қылмыстың өзі. Әй, сен... Тағы айтайын ба? Қысқасы, Кучонпё, мен сені жек көрем. Жек көрем. Сайтан! 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요. 나의 가슴 속에 그대만이 비추는 쌀인가 봐요. 아픈 상처까지 감싸주는 걸요. Love you. 그댈 떠올리며 이제 다시 꼭 눈을 감죠. 사랑에 그대 두 눈 채울 수 있다면 사랑에 그대 내게 웃음 보여준다면 저기 별빛마저도 모두 가져다 줄 텐데. 사랑에 이런 내 맘 전할 수 있다면 사랑에 그대 그만 가르쳐 준다면 난 모두 닮아갈게요. Хабарландыру. Синхуа мектебінің 11 және 12 сыныптарының оқушыларына арналған саяхат. Сапар мерзімі желтоқсанның 1-нен 10-на дейін. Саяхатқа шығамыз ба? Не? 20 миллион? Бұл мектеп адамды жынды қылатын шығар. Саяхатта 20 миллион тұрам екен. Оқушылардың бәрі бара ма? Иә, менен басқалары. Сендер мені тастап қай жаққа кетпексіңдер? Ешқайда кетпейміз. Ал енді не істемексің? Не істейін? Бір ай бойы демалам. Жұмыс тауып алым керек. Әке шешем. Әкем тағы да шешем де.
қазір үйдегі жағдай нашарлап кетті. Оңтүстік. Оңтүстікке кеткелі жүр. Қайдағы жоқты айтпай, одан да ботқаңызды пісіріңіз. Бізде ата-анамыздан саяхатқа жіберуді өтіне аламыз. Ал әрі жұмыс істеп, әрі дем аламыз. Олай етуге болмай ма? Оңтүстікке, теңізге кеткелі жүр. Алло? Мама? Рас па? Әрине барам. Әрине. Чәлге екеуміз бірге баруымызға бола ма? Рас па? Апайға айтасың ғой. Тек адам басына 70 мыңнан аспайтын болады. Сендер мәз болып дем алатын болдыңдар, сонда жұмысты кім істемек? Баяғы мен бе? Өстіп, ерсіл-қарсыл жүре бермекпіз бе? Біздің Чунпио келбетті жігіт, е? Әрине нағыз көркем жігіт. Чунпио? Біреуді күтіп жүрсің бе? Кімді күтуі мүмкін? Ұзақ уақыт шығамыз, аяғым ұйып қалмасын деп дайындалып жүрмін. Бұл жолы неғып бізбен бірге шыққалы тұрсың? Бұрын ылғи бас тартып өзіңнің жеке ұшағымен баратын едің ғой. Бұл бәрімізге ортақ саяхат. Мектеп қабырғасынан да естелік қалу керек қой, солай ма, Чиху? Солай емес пе? Не? Уақыт болды, жүрейік, жігіттер. Шошақай қыз неғып келмеді екен, ә? Мен Сохионды қара. Иә, нағыз сұлу екен. Нағыз арудың өзі. Қане, суретке түсіріп алайық. Қандай әдемі. Қолтаңға беріңізші. Өтінем. Қолтаңға беріңізші. Өтінем беріңізші. Жақсы, рахмет. Халің қалай? Жақсы. Кеттік. Мына суретің әдемі шығыпты. 나도 나를 잘 모르겠어. 내가 이럴 줄 몰랐어. 당황스레 혼란스레 자꾸 너만을 찾아와. Алло. Кешіріңіз, ұшақтың ішінде ұялы телефонмен сөйлесуге болмайды. Не? Қайда кетті? 고기를 잡으러 바다로 갈까요? 고기를 잡으러 산으로 갈까요? 이 병에 가득히 담아가지고서 Сен бұл әнді ұмытпапсың ғой. Қалайша ұмытайын? Ал кеттік. 고기를 잡으러 바다로 갈까요? 고기를 잡으러 산으로 갈까요? Эй, химиялық тазарту. Естисің бе, халықтың өкілі?
Бұл не? Каыл, бұл түсім емес пе? Өңің шығар. Онда әлгі жексұрының даусы қайдан естіліп тұр? 목소리가 자꾸 들리지? Білмейм. Қарапайым халықтың өкілі, теңізде болдым деп мақтанатын шығарсың енді. Қайығының түрін ай. Сен мұнда қайдан жүрсің? Қазір Европада. Сол жақта жүруге тиіс едің ғой. Мазалама мені. Ол жақта талай болғанбыз. Көре-көре жалықтым әбден. Басқа жаққа барғым келеді. Бір танысым осында бар деп кеңес берді. Сен де осында келіпсің ғой. Бұл жерден сені кездестірем деп ойламап едім. Химиялық тазарту. Онда өз жолыңмен жүре бер. Егер бейтаныс адам сияқты жүрсең, бұл үшін тек рахмет айтар едім. Қайығыңның түрі нашар екен. Өзіңді жайсыз сезінетін шығарсың. Қандай болса да қайық қой әйтеуір. Бұл үшін алаңдамай-ақ қой. Шын айтып тұрсың ба? Егер аударылып кетсе, суға бата қоймассың. Жүзу білесің ғой. Онда кеттік. Мұның не? Күншөнпе. Оңбаған. Оңбаған. Ана қыз мен Софьян емес пе? Химиялық тазарту. Тағы не керек саған? Мойындашы, осы жерде мені көргенің үшін қуаныштысың ғой, солай ма? Айтсаңшы, менсіз ішің пысқан шығар. Сен келгенге дейін өзімді бақытты сезініп едім. Не дегенмен сен де біздің мектепте оқисың, сондықтан келуіңе болады. Иә. Қайда шақырып тұрғаныңды білмеймін, бірақ бәрібір бармайым. Бармайым. Сухионның құрметіне сауық кешін өткіземіз. Өте қызық болады. Сен де кел. Келесің бе? Иә. Барам, міндетті түрде. Ей, сен, тоқта. Не айтыларың келіп тұрғандарыңды білем. Бірақ өзіңді онда барғым келмейді. Қой, бұлдан ба? Чүнпе мен Чехов шақырып тұрғанда міндетті түрде бару керек. Солай емес пе? Солай ма? Солай. Бірақ жігіттер саған басты нәрсені айтуды ұмытып кетіпті. Ұмытып па? Нені? Қазір айтамыз саған. Жүрейік.
Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Онда сенен басқа адамдарды толып жатыр. Сондықтан да бәрі дұрыс. Иә, бәрі дұрыс. Ыңғайсызданып тұрмын. Ыңғайсыз. Несі ыңғайсыз? Сен сияқты өз деген істететін адам кемде кем. Бәрі дұрыс болады. Кім Чанди? Қасымда мен бармын. Кайл. Мүмкін осы күйімде бара салармын. Арманына тек батылдар ғана жете алады. Қалай атаушы еді сендерді? Үш сұлу. Тек қолыма түсіңдерші осыдан. Біткен жерлерің сол болады. Кім Чанди? Нағыз ақымақсың сен. Сенетін адамды тапқан екенсің. Кім Чанди? Сендер ме? Кешігіп қалыпсың. Іздеп таппай қойып едік. Сөйтсек мұнда жүр екенсің ғой. Күртешеңді шешпегенсің бе? Ыстық емес пе? Жоқ, ыстық емес. Теңізде қыдырғаннан кейін тоңып қалдым. Мүмкін көйлегің жұқа шығар. Соңғы үлгідегі көйлектер өте әдемі. Бірақ оны киіп шығу үшін батылдық керек. Мүмкін сенің көйлегінде сондай шығар? Қане, шешін. Әлде шешінуге көмектесейік пе? Қараңдар. Нағыз мықты қыз ғой бұл. Солай ма? Ғаламторда мықты қыздарды неше түрлі сипатта көрсететін еді. Бірақ мынаумен салыстырғанда оларың түк емес екен. Иә. Көйлегің жоқ болса, айтпайсың ба бізге? Қарапайым халықтың өкілдері солай істейтін болды ғой. Неге бұлай істегендеріңді түсініп тұрмын. Тек бір нәрсені ескермепсіңдер. Осының бәріне қарағанда, қоғамның төменгі сатысында бұл қыз емес, сендер екенсіңдер. Чиху, өтінем, ана қызды менің бөлмеме ертіп апаршы. Қалай ойлайсың, Чиху өзіне жараспайтын нәрселерді істеп жүрген жоқ па? Осының бәрі қайда апарып соғарын білмеймін, бірақ қызықты сияқты.
рахмет сізге. Мен үшін араша түспесеңіз де болатын еді. Рахмет айтпай-ақ қой. Соны істегенімен өзімде қуанып отырмын. Мен сияқтылар келетін жер емес екен. Солай ма? Сені Чеху шақырып беді? Мен үшін Чехудың досы өзімнің де досым. Ай, қайдам. Ол мені сыпайылық ретінде шақырған болар. Жоқ, Чеху ондай адам емес. Бірақ бөтеннің ісіне араласқанын алғаш рет көріп тұрмын. Алғаш рет. Чеху маған әу бастан-ақ көмектескен болатын. Чеху көмектесті ме саған? Көрдің бе, Чанди? Сен ерекше жаралған адамсың. Чемпионың сені мазақ қылып жүргенінде естідім. Оған қарсы соғыс жариялапсың ғой. Енді ол соның бәрін жалғызсырағандан жасайды. Неге? Жалғыздықтан қатыгез болып кеткен. Көчөнпе жалғызсырап жүрме? Мүмкін емес. Әке шешесін жылына бір рет көреді. Оның өзінде әрі кетсе бір ай ғана бірге болады. Ойлап қарашы, сәби кезіңнен бері айналаңда кәдімгі балалармен достарың емес. Әрдайым ірі компаниялардың мұрагерлері болса қайтер едің. Көніп қалып жүрме оған. Не? Сен маған ұнайсың. Сондықтан әрқашан сенің жағыңда болам. Міне, бәрі дайын. Тұр енді. Әдемі екен. Бой жеткен қыз үшін ең бастысы сәнді аяқ киім. Неге? Өйткені сәнді аяқ киім әрқашан жақсы жерге бастап апарады. Енді шынымен дайынсың ба? Кеттік бе? Осындай сұлу қызды жалғыз қалдырып кету жігіттікке жатпайды. Екінші бөлімнің соңы фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі.